Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалар сүйіп жейтін трубочки с кремом дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Үй жағдайында өте оңай жолмен жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге дүкеннің осындай қатпарлы қамыры қажет болады. Оны 3-4 бөлікке бөліп, осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін видеодағыдай етіп пышақпен кесіп шығамыз. Және де бізге осындай конус қажет болады, немесе үй жағдайында пергамент қағазынан жасауға болады. Конусқа, яғни формаға алдын ала кішкене сары май жағып қоятын боламыз. Сонда біздің қамырымыз пісіп шыққан кезде жабыспайтын болады. Және де дәл видеодағыдай етіп орап шығамыз. Барлық кесілген қамырды дәл осылай орап шығамыз. Барлығын орап болғаннан соң осылай противеньге орналастырамыз, және де қызарып әдемі болып пісу үшін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Дәл осылай болып пісіп шықты. Енді кішкене суығаннан кейін осылай формасынан босатып аламыз. Қамырымыз суығанша енді келесі кезекте кремін дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге салқын сливки қажет болады, 33-35%. Сливкиімізді кішкене миксерлейміз. Қоюланғаннан соң оның үстіне қоюлатылған сүт, яғни сгущенка құятын боламыз. Екеуін бірге қою масса болғанша миксерлейміз. Дайын болған кремді кондитер қапшығына құйып, суыған қамырымыздың ішіне дәл осылай құйып шығамыз. Кремді қамырымыздың түбінен бастап барлық жеріне құйып шығамыз. Сонда біздің трубочкеміз өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында тез дайын болады және де бір жасағаннан-ақ өте дәмді болып шығады. Осымен біздің балалар да үлкендер де сүйіп жейтін слоеные трубочки дайын болды. Өте оңай жасалады. Рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.